Ықылас. Ықылас жасалған амалдарды көрсету үшін жасаудан сақтану. Ықылас бұл амалдарды көрсету үшін жасауға қарама-қайшы нәрсе. Егер адам бірдеңені көрсету үшін істемесе, ол оны шын жүрекпен жасағаны. Ал көз бояушылық, рия үшін амал жасау, кісінің жақсы амалдары мен қасиеттерін жария қылу арқылы өзгелердің жүрегінен орын алуды қалау. Мысалы, адам өзінің ғибадатын және басқа да жақсы істерін адамдардың байқағанын қалауы. Алла Тағала хадис-и құдсиде былай дейді: ықылас құлдарымның ішінен жақсы көргендерімнің жүрегіне аманат еткен сырларымның бірі дейді. Аллаға деген ықылас амалда, сөзде және мал-мүлікте болады. Әрбір дәреженің таухидты ұстанушылар үшін өз шарттары бар. Бұл шарттар кез келген адамның пайдасы немесе зияны тиеді деп, я болмаса бір нәрсені істеуге тыйым салады деп күтпеу. Мен, біз, біздің, біздікі деген сияқты сөздерді қолданбау. Ауыспалы мағынада қолдану немесе ұмытып кету бұлардың сыртында. Өйткені болып жатқан нәрселер адамдардың қалауымен деп ойлау Алла Тағалаға серік қосу болып саналады. Алла Тағала: Аллаға құлшылық қылыңдар және оған еш нәрсені серік қоспаңдар. Ниса сүресі 60 аят дейді. Мұнда үкімнің маңыздылығын көрсету үшін еш нәрсе деген сөз қолданылған. Мүриттердің бірі Раббысынан күнәларының кешірілуін сұрап: «Уа Раббым, мені кешір. Расында саған серік қоспаған әркімге кешірім беруді уәде еткенсің. Және менің саған еш нәрсені серік қоспағанымды білесің», дейді. Сонда ол: «Сүт әкелген күні деме» деген құпия дауысты естиді. Сонда мүрит ұялып қалды. Өйткені бір күні оған бір адамның сүт әкелгені есіне түсіп, сүттің маған зияны тие ме деп қорқамын деген еді. Алла бұл сөздерді серік қосу деп санады. Өйткені мүрит зияндылық пен сүтті бір-біріне байланыстырды. Осы туралы ойланып көріңіз. Рияның емі. Кімде-кім бұл қасиеттен толық арылғысы келсе, ол ихтиярына толық мойынсұнатын кемел рухани ұстазға мұқтаж. Бұл рухани ұстаз оны беймәлім жолмен жүргізіп, Алла Тағаланы тануға апару үшін қажет. Өйткені бұл жолға, тарихат жолына түспеген адам ғибадатында бұл дәрежеге көтерілмей, нәпсісімен бір жерде тұрып қалады. Егер ол шын ықыласпен тарихат жолына түссе, амалдарының шынайы жаратушысы тек Алла Тағала екенін түсінер еді. Сонда ол жасаған амалдарын өзімен және өз қалауымен тек астарлы, ауыспалы түрде байланыстырар еді. Өз денесінің ағзаларын басқа да біреу басқаратынын және өзінің тек қозғалатын құрал екенін қабылдай бастар еді. Алла Тағала оның дене мүшелерін қозғалысқа келтіріп, оған қуат беріп, қолдау көрсететінін түсінер еді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам: «Мен үмметім үшін жасырын серік қосудан басқа еш нәрседен қорықпаймын. Бұл жасырын серік қосу рия» дейді. Көз бояушылықты емдеу қиын мәселе. Өйткені бұл қасиет адам жүрегімен біте қайнасып, содан тамыр жаяды. Оны емдеудің қиын болуының себебі, кісі адамдардың арасында болған кезде оларды үнемі бір-бірін мақтап, өздерін жақсы жағынан көрсету үшін жарысып жатыр деп ойлайды. Имам Аш-Ша'ранидің Құдсир: ғибадат құлшылық жасап жүрген әрбір адам өздерінің алдарына Алла Тағала рұқсат етпеген Алладан өзге бір мақсат қойып алады. Осы белгі бойынша адамдарды бірнеше санатқа бөлуге болады. Бірінші, білімімен, амалымен және басқа да игі істерімен адамдардың жүрегінен орын алуға, атақ пен құрметке ие болуға ұмтылып, қоғамда жоғары орынға ие болуға тырысатындар. Екінші, өз білімі және амалы арқылы дәрежесін көтеруге ұмтылып, керемет жасау қабілетіне ие болуды қалайтындар. Дүниеде болып жатқан құбылыстарға әсер етуді, су бетімен жүру, ауада ұшу сияқты құпия білімге ие болғысы келгендер. Үшінші, білім мен амалынан дүниелік мақсатты көздемей, жәннаттан орын алуды, жәннаттың сұлу қыздары мен ақыреттің басқа да нығметтеріне бөленгісі келетіндер. Төртінші, білім мен амалдары арқылы тозақтың отынан және қиямет күнінің азабынан құтылуды қалайтындар. Ақыреттегі Алланың беретін жазасынан құтылуды қалайтындар. Бесінші, өздерінің білімі мен амалдары арқылы Алла Тағалаға жақындауға, оның разылығы мен оған деген махаббатқа ие болуға ұмтылатындар. Алтыншы, Алланың расында құлшылыққа лайық екенін түсінуден басқа еш нәрсеге ұмтылмайтындар. Ондай адамдар өз күшіне сенбей, Алла Тағаладан қорқып барлық әрекеттерін шын ықыласпен жасайды. Олар өзіне бұйырылғанындай
ғибадаттағы міндеттерін өтеуде тозаңның түйіріндей болса да дұрыстап, лайықты түрде атқара алмадым деп есептейді. Мұндай мүрит Алланың таңдаулы құлдарының ықылас дәрежесіне көтеріледі. Мұндай дәрежедегі адамдардың әрбір кішкентай ғана ғибадаты алдыңғы 5 санаттағы адамдардың 1000 жылдық құлшылықтарына тең келеді. Ибрис кітабында сауап пен пайда алу үшін істеген амалдарының барлығы Алла тағаланың разылығы үшін жасалған болып саналмайды деп айтылған. Алла тағаланың разылығы үшін емес, өзінің мақсат мүдделер үшін жасалған адамдардың амалдары мүлде пайдасыз. Мұндай әрекеттер адамды Алла тағаладан алыстатады. Өйткені олардың амалдары Алланың үкімдерінің мәніне қайшы келеді. Алла тағала сен мақсатыңа жету үшін амал жасасаң, мен саған үлкен сауап беремін деп айтпаған. Керісінше, маған шын ықыласпен құлшылық етесің, мен сені жақсы сыйға бөлеймін дейді. Сондықтан кез келген амалға қатысты ниетіміз тек Алла тағаланың разылығы болуы керек. Жасаған амалдарының тозаңының көлеміндей пайда келмейтін біле тұра, амалдары арқылы пайда мен сауап табатынына сенетін құл қандай жексұрын, надан десеңізші. Өзімізді де, амалдарымызды да Алла тағаланың жаратқанын біле тұра, оның мейіріміне сүйенбей, Алла тағала жаратқан осы амалдарымыздың пайдасын аламыз деп қалайша дәмеленеміз. Аллаға деген немқұрайлық, селқостық жүректі көр қылады. Алла бізді осыдан сақтасын. Көзбояушылықтың, амалдарды көрсету үшін жасаудың және өзін жоғары санаудың, тәкаппарланудың емі Алла тағаланы жиі еске алу. Ижазасы бар муршид кәміл шынайы таухид пайда болғанға дейін және мүрид өзінің барлық істерін тек Алланың жаратылысы деп санағанға дейін бұл зікірді мүридтің жүрегінде салып отырады. Бұл амалдарда атынан басқа құлға ештеңе тиесілі емес. Ұстазымыз Абдуррахман әл-Асауи құдысыр, адам Алланы ғана жаратушы ретінде көріп, барлық нәрсені қозғалысқа келтіретін тек Алла деп сезінетін дәрежеге жеткенге дейін көзбояушылықтан құтыла алмайды, дейді. Мүрид кемелдік дәрежесіне жеткенде ғана болады. Бұл жағдай мүрид кемелдік дәрежесіне жеткенде ғана болады. Алла жақсырақ білуші. Амалдарды көрсету үшін жасаудың қауіпті тұстары. Амалдарды көрсету үшін орындаудың қауіпті тұстарына Алла тағалаға жақындау ниетімен ғибадат жасауды жатқызуға болады. Бұл жалдану жұмыс істегенге ұқсайды. Бұл адам бойындағы өте жасырын кемшілік болып табылады. Кейде осындай мақсатпен құлшылық етуші Аллаға жақындық дәрежесіне көтерілуде мүмкін. Сонда оған кері қайт. Сен Аллаға жақындауға лайықты емессің деп айтылады. Ал бұл дәрежеге жаратушыға жақын болуды үміт етпей, оның әмірін орындап, оның алдындағы парызын өтеп, құлшылық ететіндер ғана лайық. Адамдарға жақсылық жасаудан бас тартуда рияның қауіпті тұстарына жатады. Фудайл Құдүсір былай дейді: адамдар үшін жақсылық жасаудан бас тарту рия, ал адамдар үшін амал жасау серік қосу. Ықылас дегеніміз Алланы сені осы екі күнәдан құтқаруы. Бұған сыйлы адам келгенде Алла тағала рұқсат еткен әзілдерді айтпау да жатады. Фудайл Құдүсір: егер саған мүминдердің әміршісі келеді десе, мен сол үшін мен сақалымды түзетсем, менің есімім 200-лер арасында жазыла ма деп қорқатын едім, дейді. Айтылған нәзік мәселелерге маңызды адам кіргенде басын төмен иіп, кішіпейілдік танытуда жатады. Уа мұсылмандар, ықыласты адам адамдардың сөзіне мән бермейді. Адамдар оны айыптаса, жүрегі ауырмайды, мақтағанды ұнатпайды және оған қуанбайды. Жүрегіңізбен Алламен бірге болыңыз және соған бар күш-жігеріңізді салыңыз. Адамдарға жақсылық жасаңыз, өзіңізге және отбасыңызға өмір сүруге нәпақа табуға тырысыңыз. Қай жерден тапсаңыз да адал мал-мүлікке ие болыңыз. Ибрахим әл-Матбули Құдүсір былай дейді: Алла тағала адамдарды жаратқанда олардан сендер кімсіңдер деп сұрады. Олар сені жақсы көретін құлдарың деп жауап берді. Алла тағала айтқандарың туралы ойланыңдар, өйткені мені жақсы көрген адамды менен еш нәрсе ұзақтата алмайды. Тіпті қылыш пен пәле де ұзақтата алмайды. Адамдар бізді қалаған нәрсемен сына дейді. Сонда Алла тағала оларға дүние тіршілігінің нығметтерін жаратты. Адамдардың 10-9 дүниеге беріліп, 1 бөлігі ғана қалды. Алла тағала оларға сендер кімсіңдер деді. Олар сені жақсы көрген құлдарың деп жауап берді.
Алла тағала бұлай деді: айтқандарың туралы ойланыңдар, өйткені мені жақсы көрген адамды менен еш нәрсе ұзақтата алмайды, тіпті қылыш пен пәле де ұзақтата алмайды. Достарыңның дүниелік нәрселерге қалай жүгіргенін көрдіңдер. Олар бізді қалаған нәрсемен сынап көр дейді. Сосын Алла тағала олар үшін жәннатты жаратады. Сонда қалғандардың 10-9 жәннатқа жүгіреді. Алла тағала қалғандарынан сендер кімсіңдер деп сұрайды. Олар сені жақсы көргендер деп жауап берді. Алла тағала айтқандарың туралы ойланыңдар, жолдастарыңды көрдіңдер дейді. Олар бізді қалаған нәрсемен сынап көр дейді. Сонда Алла тағала оларды бір бәлемен сынайды. Олар табандылық танытып нық тұрады. Сөйтіп Алла тағала оларды осыны нәсіп етеді. Алла тағала бұлай дейді: сендер менің шынайы құлдарымсыңдар. Дүние нығметіне де, жәннатқа да қызықпадыңдар, қиыншылықтан да қашпадыңдар. Уа періштелерім, олар маған жақын құлдарым, куә болыңдар, мен олардың разымын. Ықылас туралы өнегелі сөздер. Алла тағала таза дін Аллаға тән. Зумар сүресі 3 аят. Бұл аят оған серік қосудан Алла тағала пәк дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылманның жүрегінде өшпенділіктің пайда болуына жол бермейтін 3 нәрсе бар: амалдарды Алла разылығы үшін ықыласпен жасау, билік иелеріне насихат айту және мұсылмандармен бірге болу. Хасаннан радиаллаху ан ықылас туралы сұралғанда, мен Хузайфаға радиаллаху ан ықылас туралы сұрақ қойдым. Ол бұл сұрақты пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам қойғанын айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: бұл туралы Жәбірейіл періштеден сұрадым деп жауап берді. Жәбірейіл бұл сұрақты ұлы Раббысына қойғанын айтты. Сонда Алла тағала: ықылас менің сырларымнан бірі, оны мен сүйген құлымның жүрегіне аманат еттім деп жауап берді. Егер олар өздерінің ықыластарын шын ықылас деп есептесе, онда олардың ықыластарының өзі ықыласқа мұқтаж деп айтылды. Жүнейд Құдсир бұлай дейді: ықылас Алла тағала мен құл арасындағы сыр. Оны періште де жаза алмайды, шайтан да бұза алмайды, құмарлықта оны жоя алмайды. Діндар Сахылдан Құдсир нәпсі үшін ең қиыны не деп сұралды. Ол ықылас, өйткені онда нәпсінің үлесі жоқ деп жауап берді. Дін ғалымдарының бірі ла иляха иллаллах деп айтатындар көп. Бірақ ықыласты құлдар өте аз дейді. Құл ғибадатта 40 күн ықыласты болса, оның жүрегінде хикмет бұлақтары тілінен төгіледі деп айтылды. Тақуалардың бірі дүниедегі ең сирек нәрсе ықылас. Қанша жерде мақтануға деген құштарлықты жүрегіммен өшіруге тырыссам да, ол басқа түске боялып шыға келеді, деді.